Сәлем достар, бүгін сіздермен қамыры жұмсақ әрі тойымды болып шығатын етті пирогтың рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бұл пирогтың ерекшелігі қамыры үгітілмелі әрі қатпарлы жұмсақ болып шығады. Керек заттарды толық описанияға жазып қалдырамын. Бізге керек ұн, сары май, қаймақ, дәміне қарай тұз және разрыхитель қажет. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, оның үстіне сары майды қосып, үгітіп, ұнтақ болғанша араластырамыз. Одан соң үстіне тұз, қопсытқыш қосып араластырып, қаймағымызды қосамыз. 2 жұмыртқа, 1 жұмыртқаның сарысын пирогтың бетіне жағуға алып қалдым, қалғанын пирогтың қамырына қосамыз. Содан соң жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр етіп илейміз. Дайын қамырды жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Енді салмасын жасаймыз. Салмасына сиыр етінен фарш және де кубиктап туралған 4 етіп туралған пияз бен картошка. Оның үстіне дәміне қарай тұз және қара бұрышымызды қосамыз да жақсылап араластырамыз. Құрғақ болып қалмас үшін кішкене сұйық май қосып жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің пирогтың салмасы дайын. Енді пирогымызды жасаймыз. Қамырымызды алып 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін кішкене кішірек етіп аламыз. Ол бөлікті біз бетіне қоямыз. Видеода көрсетілгендей қатты жұқа емес орташа етіп жайып, духовканың табағына саламыз. Міне, видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Жан-жағын жақсылап түйіп, ауа кіретіндей етіп, ортасын кішкене тесіп, жұмыртқаның сарысын жағып, алдын ала қызған пеште 180 градуста 40-50 минут пісіреміз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Қамыры ерекше жұмсақ, қатпарлы болып шығады. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Астына өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.